Мемлекет басшысы Өзбекстан Республикасының президентімен телефон арқылы сөйлесті. Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевты Қазақстан Республикасының президенті сайлауындағы айқын жеңісімен құттықтады. Қасым-Жомарт Тоқаев көрші елдің басшысына құттықтағаны үшін ризашылық білдіріп, бауырлас елдер арасындағы ынтымақтастықты жан-жақты әрі қарқынды ілгерілету жөніндегі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанған саясатын жалғастыратынын атап өтті. Сондай-ақ қос мемлекеттің басшылары Қасым-Жомарт Тоқаевтың биыл сәуірдің 14 және 15 күндері Өзбекстанға жасаған мемлекеттік сапарының нәтижесінде қол жеткізілген уағдаластықтардың тиімді жүзеге асырылуы, қазақ-өзбек қарым-қатынастарының дамуына тың серпін беретініне сенімдік білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың президенттік сайлаудағы айқын жеңісімен Қырғыз Республикасының басшысы Сооронбай Жээнбеков те құттықтады. Қос президент бүгін телефон арқылы сөйлесті. Тараптар екі ел халықтарының тату көршілік және достық негіздегі қазақ-қырғыз қатынастарын одан әрі нығайтуға ниетті екен атап өтті. Сонымен қатар президенттер алдағы кездесулердің кестесін қарастырды.